Қайырлы күн баршаңызға. Сіздермен Фариза асханасы. Бүгін сіздермен көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі болып шығатын асқабақтан пирог жасайтын боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Ең алдымен менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, осы видеоның астында подписаться деген кнопканы басып, тіркеліп алыңыздар. Видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен асқабақты қабығынан тазартып, дәл видеода көрсетілгендей етіп, ұсақтап турап аламыз. Сонан соң қайнататын ыдысымызға салып, үстіне су құйып, қайнатуға қоямыз. Енді қамырын жасаймыз. Електен өткізілген ұнымыздың үстіне қант ұнтағы, шым-шым тұз және қопсытқышты салып, үстіне бөлме температурасында тұрған сармайды салып, жақсылап біріктіріп, крошка жасап аламыз. Мінекей, ұнымыз осындай дәрежеге жеткенде үстіне бір жұмыртқа салып, жақсылап қамыр илейміз. Міне, қамырымыз осылай өте жұп-жұмсақ, жұмыс істеуге өте ыңғайлы, қолға жабыспайтын қамыр болып шығады. Енді осы қамырымызды ұнның көмегімен жұқа етіп жайып аламыз. Табамыздың көлеміне қарай оқтаудың көмегімен жайып аламыз. Енді осы жайылған қамырымызды оқтауға орап, формамызға жайғастырып аламыз. Видеода көрсетілгендей етіп, қамырымызды бір тегіс етіп қойып шығамыз. Жан-жақтан шыққан бортиктарын міндетті түрде оқтаумен немесе пышақтың көмегімен дәл осылай кесіп алсаңыздар, бір тегіс болып шығады. Міне, осымен қамырымыз дайын. Енді ішіндегі салмасын дайындаймыз. Салмасына жаңа біз қайнатып қойған асқабақты суынан ажыратып, жеке ыдысқа салып аламыз. Сонан соң үстіне қант, кукурузный крахмал, қаймақ және 2 жұмыртқа салып, жақсылап блендердің көмегімен араластырамыз. Пирогымызға қажетті заттардың мөлшерін астына описанияға жазып қалдыратын боламын. Мінекей, көріп тұрғандарыңыздай дәл осындай біркелкі масса пайда болады. Енді дәл осы массамызды лопатканың көмегімен жан-жағын жинастырып, жақсылап бір араластырып жібереміз да, сонан соң жаңа дайындап қойған қамырымыздың ішіне құямыз. Салмамызды салып алдық. Енді лопатканың көмегімен бір тегіс етіп қамырдың ішіне жайғастырып шығамыз. 180 градуста қызып тұрған пеште 25-30 минут пісіріп аламыз. Міне, біздің пирогымыз пісіп шықты. Міндетті түрде бөлме температурасында суытып, сонан кейін ғана формасынан шешіп аламыз. Міне, пирогымыз өте әдемі болып пісіп шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына 100% сенімдімін, өйткені асқабақтан өте ерекше болып шығады. Сіздермен болған Фариза. Видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.